vermez. Ahmet kızıl kalsın, yarası şiddet vermez. Söyle artık beni, gelişe kızlar sermez. Ahmet kızıl kalsın, yarası şiddet vermez. Kayda şaşına atlan düşürür bana. Akip olsa da halinde senin düşürmez sana. Kayda şaşına atlan düşürür bana. Akip olsa da halinde senin düşürmez sana. Haşa. Akip olsa da halinde senin düşürmez sana. Takım aynı şaşırmak isterim şimdi bir canlı. Бүгінгі 70 жылғы арналарымызды құттықтап Ресейдің президенті Белые розы. Путинге және де Алла Пугачева, Ферик Кузбашенко, Ферик Курков, не деген әншілерге Шатунов көпті. Рахмет ет. Біз жайғыздай осы тақыматта түрінде жалпастырған әзілет жатайық. Бізге де қонақтарымыз дастархан мәзіне жайғаса. Кезең арман қарап жалғастырайық. Келесі тамаша құттықтау тілек кезегі осындағы ағамыз, Алтынбек ағамыз, Нұргүл жеңгемізді Қуаныш ағамызбен Жібек жеңгеміз шақыратын боламыз. Мінекей Европада, Россияда жүрген Алтынбек аға елордасы Астана қаласынан арнайы осы 30 жылдық мерекелік кешке ат басын бұрып сыныптастарды көрейін деген ниетпен келіп жатқан Астана қаласынан келген Алтынбек ағамызбен Нұргүл жеңгемізді және де осылай тамаша кештің басқасында ұйымдастырушы Қуаныш ағамызбен Жібек жеңгемізді шақырамыз. Мархабат, келіңіздер.
Арқасындар достарым, достар, достар, шықсын қайда, біргеді ғой жанымыз. Еске алысы осындайда, келші қайын бәріміз. Еске алысы осындайда, келші қайын бәріміз. Рахмет. Енді келісіп пішкен том келте болмас. Қуаншаға сізден или Алтынбек ағамнан кімнен бастаймыз? Мінекей ел аралап, жер аралап, Россияда, Европада жүрген осындағы үлкен жүк көлігін игеріп, айдап жүрген біздің Сымтемір болсаң балға бар деп осындай тамаша көлікті айдап жүрген Алтынбек ағамызға, класстастарға деген, ұлағатты ұстаздарға деген тамаша құттықтау тілегін тыңдайтын боламыз. Бір қол соғып қошеметтеп қоясыздар. Ал құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, қыздар, құрдастар, келіншектер, кездесуіміз қуаныштымын. Басымыз жиналып, Құдай қаласа 30 жылдықта бәріміз бірдей ат салысып, керемет отырыс өтіп жатыр. Балдарға, қыздарға үлкен рахмет. Осы ұйымшылдықтың арқасы, Құдай қаласа. Апайларымыз жаңа айтылып жатыр, ұстаздарға үлкен рахмет. Осынша жетістіктерге жетіп, Құдай қаласа, бәрімізде бір отбасының егесі болып, істеп жатқан кәсібіміздің берекесін берсін жігіттер. Құдай қаласа. Мынау не деймін, бар жақсылық тілеймін. Бәріңізге, отбасыңызға амандық, өсіріп жатқан ол қыздардың қызықшылығын көре беріңіздер. Мынау қыз ұзатып жатыр жігіттер. Сол келін алып жатыр, тойлардың бәрінде бәріміз бірдей ат салысып, қатысып, ойнақ күліп жүре берейік, Құдай қаласа. Той-тойға ұласа берсін. Үлкен рахмет қызмет істеп жатқан жігіттерге. Бәрі ұшын жалпы мынау апайлар, ұстаздар оқыттыңыздар, үлкен азамат болдық, Құдай қаласа. Сол жақсы тілектердің арқасында осы тілектердің бәрі орындала берсін, Құдай қаласа. Мен жаңа өзім таныстырып өте салайын, Құдай қаласа. Мынау келіншегім жетімдердің қызы. Осында Сапарғали деген кластасым бар. Сол себепкер болып, Сапарғалидың туған нағашысы. Алтындай қызым бар, ұлым бар, Құдай қаласа. Өзім кәсібім жаңа сен айтып жатсың. Қазіргі данный момент жаңа Европада жүріп жатырмын. Астанада тұрып жатырмын, Құдай қаласа. Ал жігіттер, жақсылықта басымыз әрдайым осындай ортамыз жоғалмасын. Бәріңе рахмет. Жаңа айтылып жатыр ғой, ниетіміз қабыл болсын. Құран оқытып жатырмыз. Ат салысып жатқан жігіттерге жаңа Нұрлан, Қуаныш, Қайрат үшін жалпы бәріміз ғой енді ортадан үлкен рахмет. Той-тойға ұласа берсін. Енді Алланың берген неше ұлы неше қыз бар? Бір ұлы, бір қыз. Құдай қаласа биік шыңдардан көріне берсін деймін. Жеше жалғастырайық кәдеге. Қош көрдік. Бүгін кереметтей басқосу болып жатыр. Көптен көрмеген ұстаздарды көріп жатырмыз. Ең біріншіден осы ұстаздарға мың алғыс. Мен ерекше тоқталғым келеді. Ұстаз деген атаудың өзі, ол өте биік. Оның жолының өзі қандай еңбек қажырлы. Ол еңбек бойында біз де болдық. Айтып жатыр ғой, биыл 30 жыл болды деп. Хадиша апай осы тарыдай болып кірген балапандарды қолына қалам ұстатып, таудай болмаса да кәдімгі бір бастауыш белесінен өткізіп, жоғары 5-ші сыныпқа енді өткізеді ғой. Қанша еңбегін төгіп, осыларға білім беріп, содан кейін Рахия апайға жаңағы сынып жетекші болып отыр ғой. Ол деген бұл сынып өте бір жаңағы белсенді сондай сынып болған ғой. Рахия апай сынып жетекші болғанына қарағанда деп ойлаймын да мен.
осы кісілердің еңбегі барлығы үлкен азамат болды, бастары екеу болды, үбірлі шүбірлі болып жатыр, міне алды қыз ұзатып, ол үйленірейін деп жатыр. Барлығының куәсі болып жүре берейік. Тек қана басымыз жақсылықта қосылсын. Мынау ұйымдастырып жатқан жігіттерге мың алғыс. Соның ішінде ерекшелеп айтатын болсам, Нұржанға. Ол да бір жүгенді ұстайтын бір болу керек қой алдында. Оның қасында Нұргүлә өте бір активная өзіше, белсенді. Мынау ерекшелеп айтатын болсам, осы жігіттердің келіншектеріне де мен ризамын. Әрқашан қандай бір істі бастаса, қоштап, оны асырмалы түрде орындау осы келіншектерді деп ойлаймын. Жігіттерге де рахмет, ұстаздар сіздерге де рахмет, қыздарға да рахмет. Тек басымыз жақсылықта қосылсын. Барлығымыз енді осы 30 жылдық кешімізді ойдағыдай күшті етіп өткізуге атсалысайық. Тамаша. Рахмет ансамбль. Киелі Түркістан облысы Жетісай ауданы Асқата кентіндегі ауруханадағы бас есепші, жеке кәсіпкер, осындағы Қуаныш ағамыз осындай тамаша мерекелік кешке келіп жатыр. Ал енді Қуаныш ағамның отбасында талай қуанышты өткіздік, той жиынды өткіздік, талай дастарханда болдық. Осы тікелей осы жерге алып келуге осы Қуаныш ағам себепкер болды. Анеуін үйіне шақырып, айналайын Ержан, бауырымсың ғой, біз 30 жылдық мерекелік кеш ұйымдастырып жатырмыз, сонау бір көлікте. Сонымен болды деп осы мерекелік кешті қабылдап, сен өткізесің деп әйтпесе тамада көп қой енді. Қуаныш аға менің өнерімді бағалады ма, әйтеуір сонау Жетісайдан Асқата кентінен алдырды. Бұл енді алдырудың да қыр-сыры көп қой енді, айтып жатыр, ағаларымыз айтып жатыр, осында Жетісайда да көп, Шымкентте де көп тамада деп. Бірақ енді бауырым сен өткізесің деп, бұл енді тойға келу де маған қиын болды енді. Жұмыстармен ары-бері біраз әңгімелер кетті, соның арасы сұрап алды деп қойсаңшы. Алдарыңызда тамаша құттықтау тілек арнайтын Қуаныш ағамызға бір қол соғып қояйық. Мереке құтты болсын. Құрметті ұстаздар, бірінші құрметті Хадиша апай, құрметті Рахия апай, сіздерге мың алғыс. Бүгін осы біздің кешімізде дастарханның төрімізден табылып отырғандарыңызға рахмет. Мынау құрдастарыма айтам, достарыма айтам, менің кереметтей достарым, 11 сынып бірге оқып, бірге қызық көріп жүрген достарыма айтам, бүгінгі мерекеміз құтты болсын деймін. 3 күнге алдық осы жәндегі демалыс орталығын алдық. Керемет өткізебейік, есте қалатындай. Ары қарай Нұрлан досым айтып жатыр ғой, 35 жылды, 40 жылды, 45 жылдық деп әр 5 жылда кездесе берейік. Өйткені біз қазір қанша жыл өткіздік, қанша ақыл жинадық, бізге қазір әрбір жыл өте маңызды. Сол үшін арасын жайлап қысқартылған жайымыз бар. 35 жылды өткізейік деп, ол Нұрлан жайында жеткізе алмады, бірақ бізге әрбір жылымыз өте маңызды. Сол сияқты араласуымыз өте жиі болса, біздің ынтымағымыз өте күшті болады. Мынау басқа мектептің түлектерінің 96-та бітірген түлектерін көріп отырмыз. Олар бізге қызғана да, қызға да қарайды. Бұндай ұйымшылдық жоқ деп ол бетімізге де айтады. Бұндай 79-дан ішінде Асқата өңірінде ондай ұйымшылдық біз көрмегенбіз деп таң қалып айтады. Сол сияқты мынау ұйымшылдықтарымызға, ынтымағымызға көз өтпесін, сөз өтпесін дейміз. Мынау енді достарыма тағы да рахмет айтам. Енді Рахия апайымыз жайында өтініш қылып білдіріп жатыр ғой, ол өте дұрыс негізі. Ол қаяқтан, кім, қай жерде істеп жатсын, не қазір тіршілік жасап жатсын, действительно ол білмейді ол кісі.
сол үшін ол кісіге өте маңызды. Мен түлектерім қазір не істеп жатыр, қай жерде жүр, қанша бала шағалы, қай дәрежеде жүр, оны действительно қазір қызық болып отыр. Мынау 96-ны бітіргеннен кейін, енді өзімді айтып жатқан жайым бар. 96-ны бітіргеннен кейін мемлекеттік бағдарлама, арнайы бағдарлама белгілеген мынау международный МКТУ деп айтады ғой, бәріңізге сол дұрыс қой. Қазір мен қазақшасын айтсам бәріңіз түсінбей қаласыздар. МКТУ деп айтады, Международный казахско-турецкий университет. Сол жөніндегі университет арнайы бағдарламамен біздің ауылға филиалын ашқан 96-та біздің бағымызға. Соның алғашқы түлектеріміз, біз сол бағдарламаны Мейрамкүл екеуміз кәдімгідей не қылып алдық қой. Ана ұстап алдық ана бағдарламаны. Сол бір курста Мейрамкүл кластасымен бірге бітірдік. Сол жаңа қаржыгер саласын факультетін бітірдік. Бұлайша айтқанда специальность бухгалтерский учет и аудит деп 2000 жылы өзіміздің дипломды алдық. Сөйтіп 2001-де мынау Асқата өзіміздің орталық ауруханасына маман болып кіріп, бухгалтер болып кіріп, 2001-де сөйтіп 2026 болды, қазір 25 жыл болды істеп жатқанымызға. Сол жерде енді бұл стаж өте енді әжептәуір жақсы стаж ғой, дұрыс па? Өте көп стаж деп айта алмаймын, но бірақ осы уақытқа дейін сол ауруханада істеп жатырмыз. Құда қаласа елге қызмет жасап жатырмыз дейміз. Енді өзімнің жарыма келсем, жарымның есімі Жібек болады. Біз екеумізден айтпақшы 98 жылы екеуміз бас қосып үйлендік, былайша айтқанда бас қостық. Енді жоқ, бірінші үйлендік деп мен айта алмаймын, өйткені Рахия апай өте жақсы біледі. Бізде бірінші үйленген Қайсар негізі. Нұржан Қайсар үйленді, менен алдын сол үйленді. Одан кейін мен үйлендім, енді ол кісі марқұм болып кетті, дұрыс па? Бірақ жәндегі 10-шы класстан бастап басқа мектепке ауысып кетті. 11-ші класс бітірушілердің ішінде енді бірінші үйлендім деп айта аламын. 18 жасында екінші курсында үйлендім. Бұлайша айтқанда мынау қазіргі жолдастарыма қазір ақыл айтатын, іс салатын, әртүрлі жәндегі традиция дейді ма? Сол традициялардың бәрін осы кісілерге айтып отырамыз. Былайша айтқанда Жібек екеуміз, ол мынандай болады екен, ол мынандай болады екен деп. Сол сияқты 5 перзенттеріміз бар. 2 ұл, 3 қыз. Үлкен қызымызды күйеуге бердік. Рахия апай, мынау Абдрахмановтар әулетіне бердік. Білесіздер ғой бізде, Абдрахмановтар әулетінде. Сол саңғылдарға құда болдық, қызымызды сол кісілерге бердік, сол кісілермен құда болдық. Осы жәндегі қызымнан 2 немерем бар қазір таңда. Бірінші немерем ұл, екінші немерем қыз бала. Ұлы 5 жаста, қызы 4 жаста. Енді керемет қазір мысалы қазіргі жағдайда барлық құдалық нелер болып жатыр ғой. Енді Нұржан бар, құда болған, кім бар, Кеңес бар, қазір құда болған. Солардың бәріне қазір мысалы Жібек екеуміз былайша айтқанда ақыл айтып, жәндегі бірінші із салушымыз ғой. Арабаның алғашқы дөңгелегімізді былайша айтқанда оны бұл кісілер жолдастардың бәрі мойындайды. Мынау осы дәрежеге жетіп жатқанымыз бірінші өте жақсы жәндегі әріптестеріміз, жәндегі достарымыз білдірді. Бірінші Алладан рахметіміз, екінші әке-шешемізден өстіп тәрбиелегенімізге, үшіншіден мынау ұстаздарымыз біздің,
сіздерге мың алғыс. Өте үлкен рахмет білдіреміз. Бізді солай тәрбиелегенімізге, бізді солай ұрысқандарыңызға, ол кезде біз жаңа қапа болып қаламыз. Өйткені подростық біз қапа болып қаламыз, үйтеміз. Бірақ енді қазір мойындап жатырмыз ғой, Ол ұрыс жаңағы талды алғашқы еккен кезде алғашқы анау жабайы шыққан шыбықтарын шабады ғой дейді. Сол агреск екен ғой, тура өссін деген, оны енді біліп жатырмыз оны. Сіздерге мың алғыс, сіздерге рахмет. Мынау бүгінгі күнді керемет өткізейік, жақсы немен, көңіл күймен, той құтты болсын. Ал айтпақшы тағы бір, балдар айтып жатыр, достарым айтып жатыр, алдын ала айтып қойды ғой, мен өзім айтайын дегенмін, бірақ олардың шыдамсыздығы енді керемет еді. Жәндегі үлкен баламды үйлендірейін деп жатырмын, қызымды ұзаттым ғой, екінші құда болайын деп жатырмын, баламды үйлендірейін деп жатырмын, және үйге келін түсірейін деп жатырмын. Құда қаласа 13 тамыз күні официально екі ұстазымыз шақырамын, пригласительный барады, обязательно барады. Пригласительный барады. Осыны өзіміздің обычайымызға айналдырайық, ұстаздарымызды әрбір тойымызға алып жүрейік. Өйткені ол кісілердің еңбегі өте маңызды, өте бізге көп еңбек сіңген. Сол сияқты әрбір бас қосуымыз біздің тойда болсын. Рахмет, тамаша. Енді Қуаныш ағамыз білесіздер, Алғидың азаматы, Жібек Жеңшем Тарақтының қызы, жаңылыс болсам. Тарақты елінің сырғалы сұлуы, Алғидың сөнбес шамшырағы. Енді қазақта тамаша керемет сөз бар, құрметті ұстаздар қауымы. Құрмет десең Алғиды, екі қолынан алдыйды. Алғидың жігіті көргенде, любой қыздар алжиды деп көрсеңші. Енді осы Қуаныш ағамның құдай қосқан өмірлік қосағы, Жібек жеңгеміздің сыныптастарға деген, ұлағатты ұстаздарға деген тамаша құттықтау тілек кезегін тыңдайтын боламыз. Қосылып, қошемет деп қойсақ. Мына 30 жылдығымыз құтты болсын. Мына ұстаздарға үлкен рахмет айтамыз. Мына жақсы тілектер айтып жатыр ғой. Құдай қаласа пештің бағына шалына берсін. Әр отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мына ұстаздарымызға жүз жасаңыздар, сіздердің жолдарыңыз бізге бере берсін. Құдай қаласа аман болайық. Мына отырған орнымыз жоғалмасын, ынтымағымыз ажырамасын, азаймайық, көбейе берейік. Мынау бәріміздің жәнегі отбасымызда қап ауыз ашылайын деп тұр ғой. Құдай қаласа ұлдарымызды ұяға, қыздарымызды қияға жайғастырып, ниет еткен ниетімізге жете берейік. Аман болайық, бай қуатты өмір сүрейік. Барлық отбасыға бақыт тілеймін. Сол үшін алып қойыңыздар. Рахмет, аман болыңыздар. Жұмыстарыңызға, шығармашылық кәсіптеріңізге береке тілейміз. Енді бір әдемілеп естелікке түсіріп алайық кішкенеге. Әдемілеп естелікке түсіріп алайық. Жанымыздан табылатын жасай бер жағаларым. Жауғанды жанымыздан табылатын жасай бер жағаларым. Әр сөзіңе жабықтарына емделемін, көш болып жүре жөнделемін. Артысын той басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып еңгелемін. Артысын той басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып еңгелемін. Биікке тау тұлға боп шалқайыңдар, інім деп мақтаныңдар марқайыңдар. Ұлығандай мұң жаса ұрпағыңмен, жеңгеңмен бір жасықта қартайыңдар. Ұлығандай мұң жаса ұрпағыңмен, жеңгеңмен бір жасықта қартайыңдар. Әр сөзіңе шабыттанып емделемін, көш болып жүре жөнделемін. Артысын той басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып
сағамыз құрметте. Осы әнімізді Кеңес ағаның құрметіне арнайтын боламыз. Тамаша. Шоп. Слава. Привет. Әсізіне шабыттанам емделемін Көш болып жүре жөнделемін Атысын тойбасар деп бабам айтқан Артыңнан бауыр болып мен келемін Әсізіне шабыттанам емделемін Көш болып жүре жөнделемін Атысын тойбасар деп бабам айтқан Артыңнан бауыр болып мен келемін Атысын тойбасар деп бабам айтқан Артыңнан бауыр болып мен келемін Рахмет енді мынау. Екінші дәм тарқатылып жатыр еді. Екінші дәмге қараңыздар, ыстай дәмнен алың. Өздеріңіздің дауысы естіліп жатыр. Өте дұрыс. Апайлар тұста деп, апайлар. Кәс. Енді мынау құрметті барша ағалар, әпкелер, құрметті бүгінгі 30 жылдық мерекелік кешіміздің қонақтары. Енді ұстазы мықтының ұстары мықты дейді. Осындай шәкірттеріңіз барымен қуанасыздар, сіздер бұл кісілерде осындай ұстаздармен барымен қуанады. Бізде бұл өмірде не күшті ана күшті, не бір ақын даналар сол ананың сүтін ішіп, қос бірдей ұлағатты ұстаздардың құрметіне барша осындағы әпкелердің, жеңгелердің құрметіне Бауыржан Өскенбек ағамыздың сөзінде жазылған «Жан ана» деген керемет ән бар. Соны тартып өтемін, жанды дауыста енді. Қуаныш ағамыздың сұрауы бойынша жанды дауыста айтайық деп жатыр. Микрофонды, міне, көздерінше микрофонды өшіріп жатыр. Жанына масылана, қиынға жасымаған, сен барда көптігіздей тасымаған. Мейірімі көктен маған, көңілім көктен маған, мен үшін менің ағам аяуланған. Өмірдің өткеніне сүрінбей өткеніне артына қараймайсың алаңдау ол күнім өскеніме жандыға кеткеніме жолына сағынумен қарайлайсың Жетелеп жетегіне ойланып ертеңіне Алладан бақытыңды тіледім де қуанып жүреміз де ойнап біз күлеміз де сен біздің арамызда аяулана Sevmişsin aramızda ayağlar Boga Birimini tökken Maga Tökken maga Ben üçün varlığana Ayağlana Ben üçün varlığana Ayağlana
жүк болсын. Өнер сатыңа рахмет. Жүк болсын, жүк болсын. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Енді жүк боламыз. Құрметті барша сыныптастар, құрметті. Біз енді осыға Домбыраңда кеш. тап бұсаш. Өте жолың сол. Өте жақсы болсын. Мен басы olsun. Өте Ақ көңілді арманым, не oluşur саған жаным, қаншама рет ойлансам да, отиямды таба алмадым. Қаншама рет ойлансам да, отиямды таба алмадым. Şarkım ündemeysen, sözümün ündeysen, yine de kızıl tahtay, aşağılanıp dönemeysen, yine de kızıl tahtay, aşağılanıp dönemeysen. Bulbullar sayrasa yeseler, ömrün sanması geçemez. Saray verme, şautarda. Kelgen rujo, ben muzakta, şautarda. Yenildi var, sen siyahta, silgede. Aman olur şautarda. Yenildi var, sen siyahta, Gözüne sırrını aytam, Nametten şanın jarım. Ben düşünsen köktek aytam, Artık ederim ansanadım. Arnap sağan en sağımın, Kıralay göz değil başlar. Jürtüğüne jürmeyin oyav, Kaybedersem ansağanım. Bu pistim, sıçrayım, Koyunca dike, yürüyüm ayar. Aya hadi, şuraya yürüyüm ayar. Anlat sağan, en aylarım, Kıralay göz değil başlar. Jürtüğüne jürmeyin oyav, Kaybedersem ansağanım. Jürtüğüne jürmeyin oyav, Kaybedersem Мен әлі де сеніп жатырмын. Мына жерлеріне ма бір жеріне флеш қойып алған олар ше. Мына жеріне бір нәрсе қойып алған ау. Мынау да мына жеріне бір нәрсе қойып алған. Тағы бір өлең айттым. Мен сенбеймін ше. Енді мынау құрметті жалпы ағалар,
Енді ауылдың орны бөлек, осыдағы Алматыдан келген Қайрат ағаның құрметіне, және де Астанадан келген Алтынбек ағаның құрметіне, Европадан келген Алтынбек ағаның құрметіне, осыдағы ағалардың құрметіне, екі әпкеміздің құрметіне, енді ауылдың орны бөлек қой қашанда. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге шайыр Шымберген ақын ағамыздың әніне жазылған, Қайнар Көзбардың сөзіне жазылған ауылға сағыныш деген керемет ән бар. Ауылға бір айтайық. Домбырасынан тұсатқан қаз былай айтады. Жетегін еріп жалғаннан қалаға жедел жетіппіз, артынан жүріп арманнан ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспанын араласам да жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Арайын төгіп аспанын араласам да жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетіне түнгі сағымды сағындым, түнейтін соның шетінде құрдастарымды сағындым. Жусанын жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің жайын сағындым. Жусанын жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің жайын сағындым. Әлімнің биен тапқандан қамысын көлді сағындым, Шымберген ақын айтқандай дауысын төлде сағындым. Ауылдан көшкенмен қалада өрлеп өсмейді, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді. Ауылдан көшкенмен қалада өрлеп өсмейді, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Деп аман болыңыздар. Әсілі мәршім адау. Осыдан шығып жатыр негізі. Бақ, домбырамен айтсыш, домбырамен. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген астан едік. Бәріміз бір жазылмаған дастан едік, армандастар қолдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, 79-дар қайда екен қарындастар. Бірге тойлап, бірге өткізген жалындаған жас шағын, қалай қызық бірге өткізген қайдасыңдар достарым. Достар, жүрсін қайда, бірге де ғой жанымыз. Ескалысы осындайда. Сізге сенім. Мына жігітті сенбей. Рахмет. Рахмет. Не всеместный. Баспадым жардың шетін құлайын, ішпедім арықтан су құлайын.
Yer tokumun sırayına dek Şekettirdi Ölüp para Ölüp vurur Azorlarman Dünya şalgan Halalın eyle Halalın eyle Ey Mari Yürüsün Енді осыларға біздің ұйымдастырушы ағаларымыз, әпкелеріміз, рахмет. Ұйымдастырушы ағаларымыз, әпкелеріміз біраз сыйлықтар алған. Сыйлықтар алған, сол сыйлықтарды. Билеладау деген бір қызы келіншекті ме қыз шақырып беріңіз. Билеладау, биге. Баха дейді. Махаббат. Арida. Барып келсеңізші өзіңіз. О махаббат, ғажапсың. Махаббат бар? Лаурита. Келіңіз. Ержас. Әдемі ғой? Сөз не қылайын деп отырмын. Айненің келіндер күнімен сендерді мақтап жатыр ғой. Иә. Қызмет жасады, өйтті, бүйтті, молодец. Күйеулерін әйтеуір жақсы жақып тартып жатыр дегендей. Сол үшін мен айтайын дегенім, мен сендерден бұрын мен балдарыма алғыс айтамын. Неге сен жақсы балдарды сендерге сыйлық айтып бердің. Мен тәрбиелеп, оқытып, білімді қылдым, белсенді қылдым, еңбекқор қылдым. Иә, фантазиялары күшті болсын дедім. Сөйтіп әдемі сұлу жігіттерді мен сендерге бердім. Сендерден бұлардан болған бала шағалар менің Хадишаның екеуміздің немерелеріміз. Сол үшін мен тойларына шақырыңдар деп отырмыз. Айналайын, неге десең, біз қызықшыл етіп барып ана жерде міне менің мына немерелерім келін алды, мына немере қызым тұрмысқа шығып жатыр деген бұларға да абырой, бізге де абырой. Қартайып сөйлемей жатсақ та шынын айтқанда. Сол үшін мен енді ұсыныс әдемі жігіттерді бердім, тәрбиелі жігітті бердім. Алғашты берген жоқпын, жұмыс істемейтінді берген жоқпын. Иә, сендерге үлкен жұмыс істейтін ол балдарды бердім, сендерді тапсырдым аманат қылып. Сол үшін қазір сендер мына тамада өңкей нөмірін жүргізіп болғаннан кейін келіндер өлем айтады. Дайындық қойған. Енді келіңіздер. Рахмет. Нас сол. Сол жақтағы, сол қанаттағы Қуаншаға құрметтілер. Сол қанаттағылар Лаура жеңгемнің командасы болады. Мына сол қанаттағылар. Лаура жеңгемнің командасы болады. Оң қанаттағылар Бақшан ағамның командасы болады. Шулап қояйық. Бақшан аға, сіз қандай көлікті жақсы көресіз? Тойота дейді. Жоқ, Тойота дейді. Тойотаның қайсы? 7 орындығы? 75. Тойота 75. Сіз қандай көлікті жақсы көресіз? Каю. Қытай ма? Қытайдың машинасы ма? Каю деген? Енді Каю напротив Тойота 75. Билейміз енді. Қайсы? Билейміз кәдімгі. Қарап отырыңыздар. Кет кәдімгі. Билейміз. Тойотада Қытайдың машинасы қалыспайды екен,
бұл би ит жігіс болды, қайт билейміз кәдімгі, кет кәдімгі, жібереңіз енді, ансамбль шоқ-шоғынан қойыңыздар, осы Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғымыз бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолғымыз бір билейік, шаң шығарып ортада. рахмет. Тойотаға шапалақ. Жоқ, на команда ол керек. Қытайдың машинесіне шапалақ. Тойота газбен жүру деймі, ренжімеңіз. Жақсы билей алмадыңыз. Енді Қытайдың машинесімен билейтін кісілер бар ма? Сабит аға кеңізші? Кеңіз, Нұреке. Лексус келеді ғой мынау. Прадо ма? Аға, қандай көлік жақсы көресіз? Енді Lexus'um бар еді. Lexus қазір Hyundai Palisade асында, каллиграфиялы. Бірақ Lexus H700 алайын деп отырмын. Қытаймен Hyundai Palisade. Кеттік. Білейміз, жібер ансамбль. Іздеп жүргеніңде, көңілге мұңдыргенде, жабырқау жүргенде, таптым ау сені. Рахмет. Қытай ес Қытай екен ғой, қанша әрекет жасап жатыр, болмай жатыр, татпай жатыр. Қытайдың көлігіне рахмет. Нұрлан ағамен билейтін бар ма? Жоқ, сіз болмайды. Жоқ, сіз болмайсыз. Қыздардан. Мейрам Гүләпше или Шолпан әпше? Қайсыңыз? Мейрам Гүләпше. Мейрам Гүләпше, қандай көлікті жақсы көресіз? 570. 570. Lexus, напротив. Lexus 700H. 700H. Кет кәрге, билейміз. Жіберіңіз ансамбль. Айтып қой енді бағына басына Нұрекеңнің командасы мына стол, әпшенеға Мейрам Гүләпшеміздің командасы мына стол. Мейрам Гүләпшемізге дегенде қошеметтеріңіз. Мейрам Гүләпшемізге дегенде. Нұрлан ағамызға деген қошеметтеріңіз. Мейрам Гүләпше, ренжімейсіз енді. Үйде бар ма еді? Фен бола ма? Тоқтай тұрыңыз онда. Үйдегі, жоқ, үйдегі. Кеңіз. Үйдегі егеңіздің шашы бар ма? Кеңіз. Кеңіз сен, әпші кеңіз. Нау сізге, тоқтаңыз. Мынауыңыз. Енді ішінен біреуін таңдабаңыз. Нұрлан ағамен билейтін. Şolbandı görük, şolbandı. Şolban. Ya maha yer sonunda o. Шолпан әмше қош келіпсіз. Қандай көлікті жақсы көресіз? Kia. Kia.
Кет кәлге, киямен жіппейін деп тұр. Кет, ансам жіберіңіз. Рахмет. Шолпан әпше негізі настроение көңіл-күй қалай? Что-то пассивный болып жүрсіз. Теп, шаршаусыз, жас тем алып жатсыз негізі. Шолпан әпшемізге деген бір қол соғып қояйықшы кәдеге. Нұрекеге. Қайсысын алып қаламыз? Сіздер шешесіздер енді апайлар, қайсысын алып қаламыз? Ол Нұрланға тек махаббат келеді, махаббат. Қайсысын алып қаламыз? Айтыңыздар енді, мен шешпеймін. Қызға жол бер. Қызға жол бер. Жоқ. Мінеке, олда бір сәт жайғасы. Шолпан әпше келіңіз. Енді Шолпан әпшемізде билейтін Фура деп қой, келіңіз. Фура. Алтынбек ағам билейді енді. Кет кәлге. It's my life. 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 Рахмет. It's my life. It's my life. Фура неше шона өзінің жүгінен артық жүк салып алған ғой өзі. Тартпай жатыр. Жоқ, сіз отыра беріңіз. Әпшем қалады. Енді әпшеммен билейтін Амангелді ағам шақырайыншы мен. Амангелді келіңізші. Амангелді ағама бір қол соғып қояйық. Келіңіз Амангелді ағам. Келсеңізші. Енді 30 жылдық мереке өзіміз қызықтырайық. Келсеңізші Амангелді. Асеке. Қайреке, шамызым. Ох, асыра шасың. Қайрат аға шығады екен қазір. Сіз астарға дайын тұрыңыз осыдан кейін. Алдарыңызда. Ох. Қайрат аға, қандай көлік жақсы көресіз? Hyundai Palisade. Range Rover. Range Rover неше куб? 6 куб. Тура Range Rover ұқсайды екенсің негізі. Кет қана кейін. Ал! Әпше енді неше жігітті отырып ұстаздыр ба? Әпше енді ренжімеңіз, ә? Қапалмайсыз, ә? Ей, рахмет, жанына шейін. Енді Range Rover'мен Вызов махаббат. Айдайсың жүзің, еріннің бітті қолың айдазың, қызың, тарих көп айтады. Сөзің, сұлап қара көзің.
Аяқ киім жейжеміз ба? Махаббат жейше қандай көлік жақсы көресіз? Гранта. Спринтер! Российский ма Гранта? Сплинтер. Спринтер. Мерседес Спринтер мен Range Rover. Напрот, кет, кәрге ортаға билейік. Жібер ансамбль. Høйде! Қошемет, аямай, қошемет! Рахмет. Жоқ, спринтер привозной мотор саған ал деймін. Орып тұр ғой. Орып тұр ғой. Енді бүйтеміз. Арна 2 сыйлық қалды. Біреу бас жүлде, біреу екінші орын. Қалай болады екен? Қайтып билетеміз екен? Ең соңғы бір кім жас билетсе бірінші орын, екінші орын. Кет қанығы. Раз, еще раз, еще много раз. Раз, еще раз, еще много раз. Раз, еще раз, еще много раз. Кет қанығы, контракт. Ана бағанағы биде спринтер зор билегінен екіншісінде солярканы шантимесін құйған ау деймін деп қойсаңызшы. Енді келіңіздер. Жақындайық. Қайрат ағама дегендер қошеметтеріңіз. Махаббат жеңгеме деген қошеметтеріңіз. Әлгі Қайрат аға, енді екеуіңізді бөлік жармайық. Бүгінгі осылай 30 жылдық мерекелік кеште тамаша өнер көрсеткен Қайрат ағамызбен Махаббат жеңгемізге бір қол соғып қойыңыздар ардақтайын. Бұл әдемі елестен көп солайық шәрге. Елестен көп солайық. Школьный двор и смех от души, самый чистый, самый звонкий, бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Все летят, из детства. Детство я память никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа.
удивлялись, мы с тобой были тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А за тихими галками все летят ко мне из детства. И с тобой мою память никуда не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, верно, мой наш школа. Я скучаю. На луне моей из дома я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечталось, все, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с галочками все летят ко мне из детства. Без тобой мою память никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А все? Все, конечно. Рахмет. Что Без подготовки, но не до экспромта на самом деле. лайықсыз осылай ән шығарып жатқан жеңгелерге бір бір минут. Мынау құрметті ұстаздар, құрметті Хадижа апай, құрметті Рахия апай. Мынау келіншектеріміздің көрдік қой, қалай жыл айтқан, көрдік. Екі жігітті көрдік, дұрыс па? Оның енді ақша төлеп отырмыз ғой, әншілерге ше. Мынау келіншектеріміз ше, айтпаса айтады олар, айтамаса да айтады бұлар ше. Енді ана кісілерге, екі кісілерге ақша төлеп отырып, екеуін сынадық. Сынақтан өтті ғой, екі жігітті. Енді біз Астанадан шақырып отырмыз да, сонда ақшаға, дұрыс па? Астанадағы қыз сынайық та, дұрыс па? Қалай айтатын ше? Өз живой айтсын, музыканы өшіп қойып айтсын, көрсін, біз сынайық, дұрыс па? Ақтап жатыр ма ол ақшаны, ақтап жатқан жоқ па? Давай. енді құрметті барша келіс қонақтары, құрметті сыныптастар, құрметті аулаған ұстаздар қауымы, біздің жеңгелеріміз тамаша, келіндеріңіз тамаша ән шырқады, мың алғыс.